Бүгін бір осындай видео салғым келіп жатыр сіздерге сториска. Вот мынау дәрілер мен балам ауырғанда пайдаланатын препараттарым. Ал енді мына дәрілер мен балам туғаннан бастап білмей алған препараттарым. Білмей дегенім 5 жас 8 жасқа сіздерге болмайды деген дәріні мен өзім балама бергенмін. Вот. Мынау 10 күндік балаға жазып берген, температура шығып жатыр деген кезде. Вот, мынаны да 1 жаста жазып берген. Тоже 1 жаста жазып берген. Вот. Таусылайын деп қойған. Противовирусный гропринасин барлығына белгілі. Ибувир, биферон. Сіздерге алмаңыздар, ферондардың пайдасы жоқ деген. Ең бірінші мынау. И, конечно, поливитамин сановит. Поливитаминдер емес, негізі әр витамин бөлек-бөлек ішкен дұрыс. Давно мусорға кету керек еді бұл дәрілер. Білмеймін неге тастамай жүргенімді, қазір тастаймын. Сіздерге көрсетейінші дедім. Бұларды алуға кеңес бермеймін. Енді бала ауырған кезде қолданатын дәрілерім. Температура шықса ибуфен. Градусник обязательно болу керек бала бар үйде. Мұрнымыз ағып жатса обычный физраствор тамызамын. Вот. Бұрқылдап, сондай болып жатса називин. Обструкция болып, қақырық болып жатса ингаляция жасап, тренажный массаж жасаймын. Шөтіп, құсып жатыр дейді ғой. Регидрон, инандай пребиотиктер болу керек. Утечкада обязательно. Назальный аспиратор. Менің ең жақын досым. И бодяга. Ең керек нәрсе бала болғаннан кейін. Ана жерге құлайды, мына жерге құлайды. Көгергенге сразу 15 минуттың ішінде жақсы әсер береді. И ушные капли. Осы кезде қоса кеткім келеді. Дәрігер сіздерге жаңағы тағайындайды ғой, ингаляция деп, передуал, пульмикорд, басқа да дәрілермен. Вот сол кезде сіздер физрастворды ампулада алсаңыздар деймін. Неге? Сіздер анандай үлкенін аласыздар, шприц тығып қойып ала берем, ұзаққа жетеді деп. Но на самом деле ол тесілгеннен кейін, шприц салғаннан кейін ол жерге ауа кіреді. Ауа кіргеннен кейін бактерияның көбеюіне жағдай жасалынады. Ал сіздер ингаляция жасайсыздар. Ингаляция деген дәріні майдалап өкпеге жеткізу. Сол үшін ампула түрін алған дұрыс.